Сәлеметсіздер ме? Бұл Қара жәшік арнасы. Бүгінгі жаңалықтар шолуы. Қазақстан мен Қытай қатынасы. Стратегиялық әріптестіктің алтын кезеңі. Жеке деректердің таралуы расталмады. Тексеру жалғасуда. Ақмоланың 11 ауылы алкогольден бас тартты. Қазақстан президенті Қытай төрағасымен келіссөз өткізді. Ол екі ел арасындағы жоғары деңгейдегі өзара түсінікті атап өтіп, қазіргі қарым-қатынасты стратегиялық әріптестіктің алтын кезеңі деп атады. Келіссөз барысында мемлекеттік басшысы Қытай көшбасшысының қазақ жерінде ерекше құрметке ие екенін атап өтті. Оның айтуынша, бұл сапар екі ел арасындағы шынайы және тұрақты достықтың айғағы. Қытай Қазақстанның жақын көршісі, сенімді досы және стратегиялық әріптесі. Сіздің жеке қолдауыңыздың арқасында ынтымақтастығымыз бұрын-соңды болмаған қарқынмен дамып келеді. Ортақ тарихымыз достық пен өзара түсіністікке толы. Қытай халқы қазақ халқына ешқашан зиян келтірмеген емес, деді президент. Сондай-ақ, қазіргі Қытай қатынастарын алтын кезең деп сипаттап, бұл әріптестіктің екі елдің тұрақты дамуына және халықтардың әлуақытына үлес қосып жатқанын айтты. Қазақстанның цифрлық даму министрлігі азаматтардың жеке деректерінің интернетте таралуына қатысты түсініктеме берді. Министрліктің хабарлауынша, ақпараттық қауіпсіздік комитеті құзырлы органдармен бірлесіп тексеру жүргізіп жатыр. Алғашқы талдау мәліметтердің жеке сектор жүйелерінен таралуы мүмкін екенін көрсетеді. Мемлекеттік жүйелерден деректердің таралуы немесе хакерлік шабуыл факторлары тіркелмеген. Қорытынды тексеру аяқталғанша ақпараттың шынайылығы туралы айту ерте. Егер азаматтардың деректері анықталса, оларға электрондық үкімет порталы арқылы хабарлама жолданады. Астана қалалық полиция департаменті бұрынғы қорғаныс министрі Руслан Жақсылықовтың ұсталғаны туралы жалған ақпарат тарату фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлады. Бұл ақпарат өткен аптада әлеуметтік желілер мен кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында тарап, кейін жалған екені анықталды. Көрсетілген тұлғаның ұсталғаны туралы бұқаралық ақпарат құралдарында және телекоммуникация желілері арқылы көрінеу жалған ақпарат тарату фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 274 бабы 2 бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды, деп хабарлайды Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметі. Тергеу мәліметтері жарияланбайды. Еске салайық, Руслан Жақсылықов 2025 жылғы 8 маусымда қорғаныс министрі қызметінен босатылған болатын. Астанада автобус апатынан екі аяғынан айырылған 8 жастағы Алуа Бекен толық көлемде медициналық көмек алды және ауруханадан шығарылды. Астанада автобус апатынан екі аяғынан айырылған 8 жастағы Алуа Бекен толық көлемде медициналық көмек алды және ауруханадан шығарылды. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметі брифингінде денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов мәлімдеді. Оның айтуынша, қыздың өмірін сақтау үшін аяқтарын ампутациялауға тура келген. Қазір Алуа Ақмола облысындағы тұрғылықты мекенжайы бойынша тіркеуде тұр. Поликлиника жеке оңалту бағдарламасын әзірлеуде. Тігістері жазылған соң кешенді оңалту басталады. Апат 2 маусым күні кешке болған. Жүргізуші басқаруды егере алмай, автобус ақпараттық тақта тірегіне соғылған. Апат салдарынан бірнеше жолаушы жарақат алды. Алуаға 19,6 миллион теңге сақтандыру төлемі жасалды. Сонымен қатар, зардап шеккендердің бәріне Астана әкімдігі тарапынан қосымша көмек көрсетілмек. Қазақ-Қытай әріптестігі. Қазақ-Қытай әріптестігі аясында Қытайға 1,5 мың сайғақ берілмек. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Батыс Қытай аумағында сайғақ популяциясын қалпына келтіру мақсатында көрші елге 1500 сайғақ берілетінін мәлімдеді. Өз кезегінде, Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпин бұл шешім үшін Қазақстан басшысына алғыс білдіріп, Қытайда сайғақтарды қайта қоныстандыру мен көбейтуге ниетті екенін атап өтті. Айта кетейік, Қазақстанда сайғақ 2023 жылы жойылу қаупі жоғары жануарлар санатынан шығарылған болатын. Бұл жануарлар саны 2003 жылы 21 мыңнан 2024 жылы 2,8 миллионға дейін артты. 2025 жылғы көктемгі есепке сәйкес, олардың саны шамамен 4 миллионға жеткен. Ал алдағы төлдеу маусымнан кейін сайғақтардың саны 5 миллионнан асуы мүмкін деп күтілуде. Алматыда колонияда отырған ер адамға 4 рет вокзалдарға жарылғыш зат қойылды деген жалған хабар бергені үшін 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. 44 жастағы ер адам таксофон арқылы қоңырау шалып,
теміржол вокзалдарында бомба қойылды деп жалған ақпарат таратқан. Бұл хабарламалар эвакуация мен жедел қызметтердің жұмылдырылуына себеп болған. Зерттеу нәтижесінде оның жеке тұлғасы анықталып, сөздерінде тікелей қауіп бар екені дәлелденді. Сот оны Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 223 бабы бойынша кінәлі деп таныды. Мемлекеттік органдарға келген шағын 3,3 миллион теңгеден асты. Ол бұл соманы өтеуге де міндетті болады. Ақмола облысының 11 ауылында алкоголь сатуға ерікті түрде тыйым салынды. Зеренді ауданында Қанай би ауылдық округінің 2 елді мекені спирттік ішімдіктерден бас тартты. Ауыл әкімі Медет Ақмағамбетовтың айтуынша, мұнда 3 жылдан бері қылмыс, жанжал немесе ұсақ құқық бұзушылық тіркелмеген. Полиция мәліметінше, басқа ауылдар да сау орта бастамасына қосылуға ниетті. Жарқайың ауданындағы Далабай ауылында да тұрғындар алкогольден бас тартты. Бұл шешімді ақсақалдар кеңінен қолдаған. Ауылда қауіпсіз орта қалыптастыру туралы арнайы хаттамаға қол қойылды. Жамбыл облысындағы Жібек жолы арнайы экономикалық аймағында толық циклды металлургиялық комбинатының құрылысы басталды. Жобаны Fujian Henwan Investment Company Ltd компаниясы жүзеге асыруда. Жалпы инвестиция көлемі 756 миллион ақш долларын құрайды. Бұл зауыт Қазақстанда сутегімен жұмыс істейтін шахталық пешті қолданатын алғашқы өндіріс болады. Бұл елдің жасыл трансформация бағытына сай келеді. Кәсіпорын темір кенін өңдеп, жылына 3 миллион тоннаға дейін болат өндіріледі. Құрылыс кезінде 1500 уақытша жұмысшы тартылады, ал 2027 жылы іске қосылғаннан кейін зауытта 2500-ден астам адам тұрақты түрде жұмыс істейтін болады. Олардың кемінде 90% жергілікті тұрғындар болады деп жоспарланып отыр. Қажетті инфрақұрылым дайын. Теміржол жолдары, электр желілері мен газ тартылған. Алдағы уақытта өнімді Орталық Азия елдеріне, Украинаға және Еуропаға экспорттау кезделіп отыр. Компания Шу қаласында тұрғын үйлер салып, көгалдандыру балабақшалар мен саябақтар салу секілді әлеуметтік бастамаларды қолдауға міндеттенді. Fujian Henwan Investment Company жылына 23 миллион тонна болат өндіретін, ал миллиард доллардан астам инвестициялық портфелі бар ірі өнеркәсіптік холдинг. Алматыдағы Алматы Менеджмент Университеті жанындағы Хусайынов көшесінде таңғы сағат 4:35 шамасында магистральды құбыр жарылды. Су көшеге жайылып кеткен. Оқиға жылыту маусымына дайындық аясында жазда өткізілетін жоспарлы гидравликалық сынақтар кезінде орын алды. Куәгерлер бұл сәтті бірден видеоға түсіріп, әлеуметтік желілерге жүктеген. Кадрлар Криспи Алматы парақшасында жарияланды. Диаметрі 500 мм болатын құбырдағы жарылу алматылық жылу желілері ЖШС апаттық бригадасының жедел әрекетімен оқшауланды. Алдын ала мәлімет бойынша себеп 1987 жылы пайдалануға берілген құбырдың тозуы, деп мәлімдеді апат қызметі. Компания мұндай сынақтар ақауларды суық түскенге дейін анықтауға көмектесетін қажетті шара екенін еске салды. Алайда тексеріс барысында төтенше жағдайлар орын алуы мүмкін. Қара жәшік арнасына жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруға ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.